Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, каналымызға қош келдіңіз. 14,4% ұмай ипотека тұрғын үйлері. Видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және подписаться етемелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Биыл бағдарламаға табысы 200 мың теңгеден аспайтын әйелдер қатыса алады. Отбасы банкі ұмай ипотекасы тұрғын үйлер бағдарламасы бойынша өтініштерді 10 мамырдан бастап қабылдайды. Биыл оны жүзеге асыруға 15,6 миллиард теңге жұмалатын болса, Астана, Алматы, Ақтау және Атырау қалаларында зайымның жалпы көлемі 40%-дан аспайтын бөлігінде немесе 200-ге жуық несие бөлу жоспарланып отыр. Несиенің қалған 60%-ы облыс және шағын қала тұрғындарына беріледі. Бағдарлама бойынша берілетін зайымның ең жоғарғы құны 30 миллион теңгеге дейін. Пайыздық мөлшері биыл 14,4%-ға тең, кейін ол 3,4-5%-ға дейін төмендетіледі. Облыс банкінің түсіндіруінше, ұмай бағдарламасы бойынша қарыз алу мерзімі 6 айдан 25 жылға дейін. Бұл ретте тұрғын үй таңдаулы шектеуі жоқ. Оны алғаш екінші нарықтан, соның ішінде үлестік қатысу шарттары бойынша сатып алуға болады. Сондықтан, ұмай бойынша баспананы жөндеу жұмыстары 3,7 миллион теңгеге дейін мөлшерде қарыз алуға болады. Әлеуметтік қарызы алушылардың ай сайынғы отбасылық табысы 550 мың теңгеден аспаса, ол 15%-дық баспаналық жарнамен несие ала алады. Ал отбасының орталық кіріс алымы 550 мың теңгеден 640 мың теңгеге дейін аралықта болса, ол тұрғын үйде 20%-дық алғашқы жарнаменен алуға болады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.